Сәлем достар, бүгін біз сіздермен электромагниттік толқындардың шкаласымен танысатын боламыз. Бұл тақырыппен біз 9 сыныптарда танысқанбыз, яғни электромагниттік толқындар шкаласы дегеніміз толқын ұзындығы 10-ның 3 дәрежесінен 10-ның -12 дәрежесі метр аралығындағы электромагниттік толқындардың толқын ұзындығының кему ретімен немесе жиіліктің арту ретімен орналастырылған шкаласын біз электромагниттік толқындар шкаласы деп атағанбыз. Оны осы аралықта, яғни біз қалай есептейтін едік? Толқын ұзындығы ең ұзын толқын, ол бізде жиілігі ең аз толқын болып саналады. Сондықтан, яғни екеуі бір-біріне керіс шама, өйткені екеуін байланыстыратын, яғни электромагнит толқынның жылдамдығы ол бізде тұрақты. Ол қалай бізде жазылатын еді? Яғни лямбда дегеніміз ол бізде тең болады, с-ны бөлеміз ньюға болатын. Бұл жердегі с деп отырғанымыз электромагнит толқынның жылдамдығы, ол бізде 3^10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд, ол яғни тұрақты, вакуум үшін бұл тұрақты шама болатын. Ауада да ол 3^10-ның 8 дәрежесі. Тек белгілі бір орталарға өткен кезінде сәл ғана айырмашылық болатын. Енді осы байланысты біз шкала құрдық. Ол шкаланың реті бойынша ең бірінші тұратыны ол жиілігі ең төмені, яғни төмен жиілікті толқындар. Ал келесі ол бізде радио толқындар деп аталатын. Радио толқындар деп жаза берейін. Одан кейінгісі бізде ол инфрақызыл сәуле болатын. Инфрақызыл деп қысқарта салайын, яғни инфрақызыл сәулелер. Одан кейін бізге көрінетін жарық, немесе ақ жарық, яғни көрінетін сәулелер, немесе көрінетін жарық әр кітапта әр түрлі аталып жүреді. Одан кейінгі бізде ультра күлгін сәулелер. Одан жиілігі үлкені ол бізде рентген сәулесі. Ал одан кейінгісі бізде гамма сәулесі болады. Гамма сәулесі. Яғни осы сәулелердің ретімен орналастырған кезінде, яғни жоғары мынадан бастап мынаған қарай бізде жиілік артатын болса, толқын ұзындығы не істейді екен? Кемейді екен. Осыған байланысты бізде бұны біз электромагниттік толқындардың шкаласы деп атайды екенбіз. Енді бүгін біз осылардың ішіндегі, яғни осыған дейін бізге таныс болғаны, оптика бөлімінде біз көрінетін жарықтың қасиеттерін қарастырып кеттік. Яғни адамның көзі сезе алатын 380 нанометрден 780 нанометр арасындағы, яғни біздің көру қабілетіміз көре алатын, осы электромагнит сәулені біз жарық деп атағанбыз. Енді біз қазір бүгін мынау инфрақызыл сәулемен және ультракүлгін сәуле, сонымен қатар рентген сәулелерімен танысатын боламыз. Енді инфрақызыл сәуле дегеніміз ол кез келген, яғни температурасы 0 Цельсий градустан жоғары болатын дене өзінің айналасына инфрақызыл сәулелерді шығарады. Яғни адамда өзінің айналасына инфрақызыл сәулелерді шығарады. Яғни бұл былайша айтқанда инфрақызыл сәуле тікелей температураға тәуелді. Бұл жерде мысалға біз не үшін қыстың күні қалыңырақ киінеміз? Өйткені денемізден бөлінген инфрақызыл сәулені сыртқы ортамен оқшаулау мақсатында біз қалыңырақ киімдер киеміз. Сол кезде біздің денемізден бөлінген жылу киімнің ішінде қалып, яғни бізді жаурамауымызға көмектеседі. Немесе жаздың күні біз жеңіл киімдер киеміз, өйткені денемізден бөлінген сәуле бізде денемізде қалмай, сыртқа не істеу керек? Яғни таралғаны бізге дұрысырақ болады, өзіміз салқын сезінеміз. Сондықтан біз осы инфрақызыл сәуленің көзі болып табылады. Бұдан бөлек күн сәулесінің де жаңағы кәдімгі шамдардың да қылынан бөлінетін сәулелердің басым көп бөлігі осы инфрақызыл сәуле болып табылады. Инфрақызыл сәулелерді біз көбінде, мысалы машиналарды
краска жасаған кезінде соны тез кептіру үшін осы инфрақызыл сәулелердің көмегіне жүгінеді екенбіз. Сонымен қатар бізде жылу өткізгіштіктің, яғни үш түрмен, жылу берудің үш түрмен танысқанбыз. Біреуі жылу өткізгіштік, ол денеге тікелей жанасу арқылы қызған денеден жаңағы салқын денеге қарай жылу берілетін еді. Одан кейін біреусі конвекция, ол жаңағы ауаның немесе судың ағыны арқылы берілетін жылудың түрі, ағыс арқылы. Одан кейінгі біреуі бізде сәулелену арқылы берілетін жылу. Мысалға, үйдегі жылу пештерінен осы инфрақызыл сәулелердің көмегімен, яғни сәулелену арқылы біз үйдің бүкіл ішін не істеуге болады екен, жылытуға мүмкіндік аламыз. Немесе сол пешке жанаспай-ақ, сәл қолымызды жақындатсақ, ол жерден біз жылуды сезінеміз. Өйткені ол жерде инфрақызыл сәулелер шығып жатады екен. Енді бұл инфрақызыл сәулелер көріп тұрғаныңыздай, яғни радио толқынмен көрінетін жарықтың аралығындағы диапазонда орналасқан сәулелер болып табылады. Ал енді келесі ультракүлгін сәуле. Ультракүлгін сәуле, яғни бұл да күннен келетін сәуленің басым көп бөлігі болып саналады. Бұл ультракүлгін сәулелерді біз көбінесе ультракүлгін сәуле шығаратын кварц шамдардан осы сәуле шығады. Бұл әрине жаңағы адамның терісіне зиянын келтіреді, дақтар пайда болуы мүмкін. Сол үшін мысалға жазғы күндері біздің жаңағы тез қарайып кетуіміз, күйіп кетуіміз осы сәулелердің астында ұзақ уақыт қалудан болады екен. Бірақ бұның бізге пайдасы да бар. Яғни бұны біз бөлмелерді мысалы залалсыздандырған кезде медицинада, яғни дезинфекция үшін бұны пайдаланамыз. Сонымен қатар ақшаның жасаған кезінде қағаздан соның бетіне қандай да бір ультракүлгін сәулені түсіргенде ғана көрінетін, яғни ақшаны жалған немесе шын екенін ажырату мақсатында сондай арнайы жапсырмалар қолданады екен. Сол кезде біз ультракүлгін сәулелерді пайдаланатын боламыз. Сонымен қатар гендік мутациялар жасаған кезінде өсімдіктерде біз ультракүлгін сәулелерді пайдаланатын боламыз. Енді одан да жиілігі жоғары, яғни рентген сәулесі. Бұл рентген сәулесі бізге таныс, яғни біз жаңа өкпемізді тексерген кезінде осы медицинада рентген сәулесі кеңінен қолданады. Енді ол қалай пайда болады? Яғни ол мынандай екі электродты қандай да бір шыны түтіктің ішіне салған кезінде, яғни мына жағы катод деп ойлайық, мына жағы анод деп ойлайық. Егер осыны тоқ көзіне қосатын болсақ, яғни осы жерде катод бірінші қыза бастайды. Қызған кезінде катодтың мынау металл пластинаның құрамындағы электрондардың энергиясы не істеп кетеді? Артады. Ол осы кезде катод тастап, яғни катодтың бетінен ұшып шыға бастайды термоэлектрондық эмиссия арқылы. Осы ұшып шыққан электрондар енді мына жерде анодқа не істейді? Тартыла бастайды. Осы тартылған кезінде бізде яғни мына жақтан келеді, анодқа кеп соқтығысқан кезінде, қараңыз, мына жерде ол электр энергиясының салдарынан, яғни кинетикалық энергиясына ие болды. Сонымен мынау кинетикалық энергиясы бар, енді қандай да бір жылдамдықпен не істейді ол? Былай қарай келеді, Енді мынаған кеп тежеледі ол. Тежелген кезінде ол қозғалысы тоқтайды. Осы мезетте оның кинетикалық энергиясы фотондардың, яғни жарық энергиясына айналып, сәуленің энергиясы мына жерден бізде жаңағы рентгендік сәулеміз не істейді екен? Ұшып шығады екен. Рентгендік сәуле бөлінеді екен, яғни. Енді осы рентген сәулесі бөлінеді, осы бізде эксперименттік құрылғысы осындай болады екен. Яғни рентгендік сәулені біз осындай тәсілмен аламыз. Яғни катодтан ұшқан электрондарды анодта тежеу арқылы сол тежелген кезіндегі оның кинетикалық энергиясын жарық энергиясына айналдырып, сол арқылы біз рентген сәулені аламыз. Енді бұл жерде энергияны қандай түрленуі жүреді? Яғни электр өрісі жаңағы жасаған жұмысы бұл жерде жаңағы электронның ұшып шығуына көмектеседі. Осының салдарынан бұл жұмыс, жасалған жұмыс енді неге айналады? Бұл жаңағы электронның кинетикалық энергиясына айналады. Ал бұл ары қарай өз кезегінде анодта тежелгенде бұл кинетикалық энергия, яғни жарықтың энергиясы фотонның энергиясына айналады екен. Сол кезде біз энергияның сақталу заңына бойынша мына жерде ешқандай энергия шығындалмады тұйық жүйе деп қарастыратын болсақ, демек электр өрісінің атқарған жұмысы ол М электронның массасы, В квадрат электронның жылдамдығы, бұл оның кинетикалық энергиясы болды. Бұны тең болады, яғни Планктың формуласы бойынша фотонның энергиясын H-ню. Бұл жердегі ню деп отырғанымыз жаңағы рентген сәулесінің несі?
шыққан жиілігі болып табылады. Ал H дегеніміз ол бізде Планк тұрақтысы, ол 6,62 көбейген 10-ның минус 34 дәрежесі джоул көбейтілген секунд. Бұл бізде тұрақты шама. Балалар, осы арқылы біз рентген сәулесін аламыз. Енді рентген сәулесін қайда қолданылатынын сіздер жақсы білесіздер. Бұл бізде техникада кеңінен қолданылады. Мысалға, жаңағы құбырлардың ішінде оны дәнекерлеген кезінде саңылаулар қалып кетті ма, қалмады ма, соны тексеру мақсатында рентген сәулесін қолданамыз. Немесе жаңа сынып, егер бір қандай да бір сүйекте сынық бір нәрсе болса, оны анықтау үшін, немесе дененің қандай да бір бөлігінде клеткаларда өзгеріс болып жатыр ма, соны анықтау мақсатында біз рентген сәулені қолданамыз. Өйткені рентгендік сәуле біраз нәрселерді тесіп өте алады, және әртүрлі ортадан ол әртүрлі өте алады. Мысалға, біз өкпемізді түсірген кезінде ол сүйектен жай өтетін болса, етімізден көбірек өтеді. Сол арқылы біздің арқамызда тұрған фотопленканы өтіп кеткенде рентген сәулесі не істейді? Қарайтады. Сол кезде біздің етіміз тұрған жер қара болады да, ал сүйек тұрған жерлер не істейді? Ақ болып беріледі. Осы кезде егер сынық болса, немесе өкпеде қандай да бір жерінде дұрыс емес нәрсе болса, ол жердің түсі басқаша көрінеді. Осы арқылы медициналық талдау жасауға бұл рентген сәулесі көмектеседі екен. Балалар, бүгін біз сіздермен электромагнит толқындардың шкаласымен таныстық. Соның ішінде инфрақызыл сәуле, ультракүлгін және рентген сәулелерімен қысқаша таныстық. Сіздерге тақырып түсінікті деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыз, мен сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.